Жоғары сот кеңесінің жанындағы сот төрелігі академиясында бейінді және ғылыми педагогикалық магистратураға оқуға қабылдау бойынша емтихан тапсырудың екінші кезеңі, яғни кейс шешу өтіп жатыр. Кейс азаматтық және азаматтық процестік, қылмыстық және қылмыстық процестік, әкімшілік құқық және де әкімшілік деликтік құқық бойынша сұрақтарды қамтиды. Осы кейс шешімдерінің нәтижелері бойынша 100 балдық бағалау шкаласы бойынша 60 балдан жоғары алған азаматтар мен азаматшалар олар эссе жазуға өтетін болады. Емтихан комиссиясының мүшелері өз жұмыстарын бастады. Оған кіретіндер жоғары сот кеңесінің мүшелері, жоғарғы сотының судьялары, Астана қалалық сотының судьясы, адвокаттар алқасының өкілі, сондай-ақ осы академияның профессоры кіреді. Биыл оқуға түсушілердің қатарында көбіне мемлекеттік қызметкерлер тапсырды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы сот әкімшілігінің қызметкерлері, прокуратурадан, ішкі істер органдарынан, тағы да басқа да мемлекеттік қызметтерден тапсырушылар болды. Сондай-ақ адвокаттар, заң консультанттары, сондай-ақ нотариаттардан жекелеген азаматтар мен азаматшалар кеп тапсырып жатыр.